келиңиздер. Қайырлы күн, құрметті қонақтар және текеліктер. Бүгін біз жергілікті бюджеттен қаржыландырып, бой көтерген бірегей мәдени нысан Абай атындағы амфитеатрдың ашылу салтанатына жиналдық. Қазақтың Абайы әлем таныған тұлға. Ұлтымыз Абай сөздерінен нәр алып, Абай шығармашылығымен өркендеп келеді. Абай дана, Абай дара, Абай ақынның мұрасы ғасырларға жалғасып, өзінің құндылығын беріңізсіз. Добрый день, уважаемые гости и текелийцы! Сегодня мы проводим торжественное открытие уникального объекта культуры, который построен и сдан в эксплуатацию благодаря финансированию из местного бюджета. Это прекрасный амфитеатр, который назван именем Абая в честь 175-летия великого поэта, открывшего новые пути развития родной литературы. Его творчество явилось воплощением духовных, творческих сил казахского народа, его мудрости, свободолюбия и патриотизма. Плодотворное влияние Абая Кунанбаева сказалось во всех областях казахской культуры и искусства. Право разрезать торжественную ленту предоставляется секретарю городского маслихата Калиновскому Николаю Васильевичу и директору городского филиала Палаты предпринимателей Жумадилову Турысбеку Агимхановичу. Ваши аплодисменты! Ал құрметті текеліктер, құтты болсын. Өнер нысан мен мәдени нысан айналған жаңа бір осы өнер ошағымыз құтты болсын. Текелі қаласы әкімнің орынбасары Сербой Болысбайұлына беріледі. Баршаңызды қаламыздың орталық саябағында кәсіпкерлер аллеясымен қатар орналасқан амфитеатрының ашылу салтанатымен құттықтаймын. Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орайластырылған амфитеатрға Абай есімі берілді. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жолдауында қазіргі міндет халқымыздың жаңа болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру деп атап өткен болатын. Облыс басшысы Амандық Ғапбасұлы баталықтың қолдауымен қаланың әл-ауқаты мен келбетін жақсартуға қаражат бөлінуде. Биылғы жылы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қаланың көшелерін жарықтандыру, көшелер мен тротуарларға күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қаламызда жаңа нысандар бой көтеріп, жаңа жұмыс орындары ашылды. Амфитеатрдың құрылысы жұмыстары жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылды. 228 орындық ашық аспан астында орналасқан театр халық пен өнер мәдениетінің алтын көпіріне айналады деп сенеміз. Орталық саябақты абаттандыру жұмыстары әлі де жалғасын табады. Болашақта саябақ аумағында спорттық сауықтыру кешенін салу жоспарланып отыр. Уважаемые текелийцы, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделяет особое внимание на развитие регионов страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Тоқаев в своем послании отметил, что сегодня перед нами стоит задача сформировать новую парадигму развития нашего народа и новые качества нации. Благодаря поддержке руководства области Амандыка Ғапбасовича выделяются финансовые средства на улучшение благосостояния и облика города. Так, в текущем году в рамках программы дорожной карты занятости обустроено уличное освещение города, проводится капитальный текущий ремонт улиц, тротуаров. В рамках 175-летия
великого Абая мы назвали амфитеатр именем Абая. Уникальное сооружение, построенное в самом красивом уголке Жиркутского края, станет излюбленным местом горожан и гостей. И в скором будущем нас порадуют молодые таланты и звезды эстрады своими яркими выступлениями. На сцене амфитеатра будут организованы различные мероприятия, дискотеки, конкурсы, выставки, показательные спортивные выступления, литературные вечера, концерты и новогодняя елка. Благоустройство и улучшение облика Центрального парка будет продолжено. Также на территории парка запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Уважаемые жители города, пусть амфитеатр имени Абая дарит нам все самое светлое, доброе, прекрасное и получит признание зрителей. Примите искренние слова поздравления и пожелания счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Құрметті текеліктер, баршаңызды Абай атындағы амфитеатрын ашу салтанатымен құттықтаймын. Жаңадан бой көтерген театр қала тұрғындары мен жастардың сүйікті орнына айналады деп сенемін. Барлық мәдени шараларды осында өткізіп, талантты, дарынды өнерпаздар шығармашылығын дамытатын өнер ордасы болсын. Баршаңызға зор денсаулық, бақ берекет тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көп адам дүниеге боялдырып, аяғын көп шалдырған, өлді деуге болама ойландаршы, өлмей тұрған артында сөз қалдырған. Деп төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалын жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді. Мәңгі өмір сүріп бермек. Ол өткен заманның кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да, бізге түсінікті, жүрегімізге қолымды Абай лебі, Абай үні, ана тынысы, заман тынысы, халығыны, Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Құттықтау сөзі. Текелі қаласының номер 5 орта мектебінің директоры, Текелі қалалық маслихатының депутаты, аналар кеңесінің төрайымы Иманбердиева Эльмира Сейдахметқызына беріледі. Армысыздар, Алатау бөктеріндегі әсем қаламыз Текелінің құрметті тұрғындары. Сіздермен бүгінгі қаламыздың тарихындағы атаулы күнге қауышып отырғанымызға шын жүректен құттықтаймын. Текелі жер жанаты Жетісудың қақ төріндегі жазиралы мекен, еңбек адамының сүйікті ордасы, жастардың қаласы. Ауасы таза, суы мөлдір, табиғаты таң ғажайып. Ал осындай мекенде жаңа бастамамен ашылған бүгінгі рухани демалыс орны Хакім Абай атындағы амфитеатр Текелінің әсемдігіне ерекше көрік беріп тұрғаны анық. Ердің еңбегі еліне жасаған игі істерімен бағаланады. Әрбір қала тұрғыны үшін Текелінің дамуы, көркеюі, заман келбетіне сай өзгеруі өте маңызды. Осындай ашық аспан астындағы амфитеатрдың ашылуы біздің әрқайсымыздың жүрегімізге ерекше қуаныш ұялатып, халық шығармашылығын шыңдап, жас дарындарымыздың таланттап, дарынын дамытуға тың серпін береді. Қаладағы барлық қоғамдық мәдени көпшілік шараларды, әдеби-мәдени кештерді өткізетін орынға айналады деп сенемін. Құрметті жерлестер, баршаңызды Ұлы Абайдың 175 жылдық
мерейтойымен орайластырылған амфитеатрдың салтанатты ашылуымен құттықтаймын. Бұл амфитеатрдың қазақтың абайының атымен аталуында үлкен мән жатыр. Абай сөзі, абай әні әр жүректе болуы тиіс. Егемен еліміздің іргесі берік, терезесі өзге елдермен тең болып, бейбітшілігіміз баянды болсын. Әлемді әбігерге салып отырған төтенше жағдайды да елімізбен бірге болып, еңсеріп, болашаққа шын қадаммен аяқ басайық. Қаламыздың гүлденуіне әрқайсымыз өз еңбегімізді арнайық. Аяулы жерлестер, құтты болсын. А теперь мы встречаем талантливых людей города Текели, которые прочитают стихи Абая Кунанбаева под ваши бурные аплодисменты. Встречаем! Уважаемые текелийцы, от всей души поздравляю вас с этим праздником, с открытием нового амфитеатра. И сегодня я вам прочитаю стихи нашего великого Абая. Если с молоду честь не терял, если щедро прожил для людей, если брат твою смелость познал, если верен был дружбе своей, если доброе имя берег, если все доверяли тебе, если ты не плутал свет дорог, если сам не перечил судьбе, если жил, согревая сердца, если жил, если жил, согревая сердца, если сердце боролось с душой, если что отдавал до конца, если брал, возвращался с лихвой, если смело прошел перевал, если жизнь оставалась уж нет, если смерть свою не умолял, значит ты человеком прожил. И еще великий Абай сказал такие слова, которые перевел русский поэт. Свет звезд, растворившись, исчезнет в бескрайней дали, но мысль быстрее, чем свет, совершает в пространстве свой бег. О, жизнь! В глубинах пространства и времени, в звездной пыли, свободнее, чем свет, и бессмертнее, чем время, лишь ты, человек. Так будем же мы все достойны этого высокого звания человек. Большое спасибо. Для вас читала Солодкова Татьяна Викторовна, учитель средней школы номер 8. Келесі сахнада 4-ші орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Талет Асхатұлы «Сенде жұртқа тұрса да қанша мақтап». Сенде жұртқа тұрса да қанша мақтап, Абай Құнанбаев. Сенде жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді, ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп, мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым болған бойың етпе. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде төгін көзде, сонан тапқан нақ асыл тастай көрме. Рахмет. Приглашаем на сцену Мирушникову Аделину, ученицу 8 класса средней школы номер 4. Эсемпас Болма Эрнеге. Эсемпас Болма Эрнеге. Өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуғанға, әділет, шапқат кімде бар, сол жарасар қуғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, бітен қалса қазаққа, алдым жалым артым мұз, барар едім қай жаққа. Пайданы көрсен бас ұрып, мақтанды іздеп қайғы алма, мініңді ұрғап жасырып, майданға түспей әге
Спасибо. Ну а мы начинаем музыкальную нашу программу и встречаем на сцене Асылжан Турдумуратов с песней «Текели». Мерекелеріңізбен. Давайте согреемся, текелицы, поаплодируем громко-громко! Асылжан Турдумуратов, песня «Текели». Жаңа демалыс болсын. Текелерге қош келдің, сағынышпен күтемін. Осы жер ыстық мен үшін, тамаша мемлекетім. Жаңғырыққан көзіңде, таңнатар өзіңде, бақыттың осы түріңде, жер жанатын жеріңде. Ол қалам, сен қалам, әнге қосып мақтанам. Жайнайды жас қалам, келбетіңе таң қалам. Өнер бар, көңіл бар, құшағында жалын бар. Махаббат пен өмір бар, мен өзіңе татымын. Жұмақ мекен бұл мекен, табиғатың келдеткен. Түрген бұлақты тауында, бал-бұлақты түрің бар. Таңым батар өзіңе, күнім батар сеніме. Жасыл елге бірге, ән шырқаймын сенімен. Ол қалам, сен қалам, әнге қосып мақтанам. Жайнайды жас қалам, келбетіңе таң қалам. Өнер бар, көңіл бар, құшағында жалын бар. Махаббат пен өмір бар, мен өзіңе татымын. Ол қалам, сен қалам, табиғаттың әні мақтанам. Жайнай бер жас қалам, келбетіңе мен таң қалам. Күнін сүйемін, күнін сүйемін, текелі таңым, күнін сүйемін. Жайнайды жас қалам, келбетіңе таң қалам. Өнер бар, көңіл бар, құшағында жалын бар. Махаббат пен өмір бар, мен өзіңе тартамын.
исполнение квартет Дома культуры «Попурри из песен Абая». Встречаем! Terus. Sen
песня собственного сочинения «Мой город» в исполнении Нестерова Константина. Слова и музыка автора. Аплодисменты. Вот это. Дорогие друзья, поздравляем всех нас с этим событием. Замечательный амфитеатр, замечательный свет, звук. Поздравляю! Когда теплой весной согретый мой дом ждет пробуждения час, пойдем с первым лучом рассвета туда, где ветер ждет нас. И там, на пике вершины горной, взгляну на цветение садов, споем песню тебе, наш город, песню талых снегов. Мой город омытый капелью плывет, как корабль по весне, и тают снега, и забыты метели, и путь по открытой воде, и тают снега, и забыты метели, и путь по открытой воде. Когда так далеко до лета не ждет нас полуденный зной, я весь растворяюсь где-то в той синей, что над головой. Я птицей покину горы, паря над землей вдали, увижу тебя, мой город, я вижу тебя, Текели. Мой город омытый капелью плывет, как корабль по весне, и тают снега, и забыты метели, и путь по открытой воде, и тают снега, и забыты метели, и путь по открытой воде. И тают снега, и забыты метели, и путь по открытой воде,
открытой воде. И путь по открытой воде. Еще раз всех поздравляем с открытием амфитеатра в городе Текеле. Пусть с этой сцены звучат песни наших молодых талантов, звезд эстрады. Мы ждем к нам в гости участников фестивалей, творческих конкурсов и надеемся, что этот объект будет любимым местом наших текелийцев. Давайте его беречь и наполнять положительной энергией. Ақашан осы сахнадан біздің жас таланттарымыздың, эстрада жұлдыздарының әндері шырқалсын. Әртүрлі фестивальдар, байқаулар ұйымдастырылып, қала тұрғындары мен қонақтарымыздың сүйікті мәдени демалу орны болады деп үміттенеміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.